Бәрекелді, ендеше біздер жамбы ату сайысын бастаймыз. Бізде жамбы атуды бастайтын жігіттер. Сабақ оқымайтын қыздар макияж, маникюр курстарын көп оқиды екен. Бомждар бір-біріне бүгін сенің үйіңе қонам деп прикол ұстайды екен. Ауыл молдасының пышағымен қамшысына айтқан әні: әлі талай пысықтарды үшкірерміз екеуміз, әлі талай балдарды піштірерміз екеуміз. Аузында дым тісі жоқ бала сақшайдаша жұтықпай береді екен. Бәрекелді. Тойда көп ішетін ағаларымыздың балалары да өте көп екен. Сия болып қалған партаны жандағылар түрмеге отырып шыққан деп мазақтайды екен. Болашақ. Пышақтан қатты қорқатын қасапшы ішек қарға сүзеді екен. Жүзе алмайтын балдар походта шашлик істейді екен. Су тасқыны кезінде әкімнің айтқан әні: ескегіңді берші маған, мен түсейін фотоға. Иттің айтқан әні: кездесіп қалсақ біз көшеде, қолыңа тас алмашы жарай ма. Рахмет. Сонымен қазіргі ақылдасыңыздар, қай командамен қош айтсамыз? Сонымен төртінші қопа. Қопамен біздер қоштасамыз. Бәрекелді, екінші айналым. Жігіттер. Бірінші, мақал, отырған қыз 7 жылдан кейін шығады екен. Екінші, Германияда 9 мамыр күні ардагерлер сабайды екен. Бірінші, манағы ауыл молдасына піштірілген баланың айтқан әні: амал бар ма, өмір осылай, кескеніне төзерсің, балығына көнерсің, ай, ашиды, ойбай, ай. Екінші, тугистегі Алисаның іші болып айтқан әні: пошел налево, потом пошел направо. Бәрекелді, ерекше. Құлауға қалқан қыздардың орамалмен түскен фотолары да өте көп екен. Африкадағы тонаушыларға капқан керек емес екен. Ауданымыздың мұғалімдеріне арналған ән: полицияда МЧСте бола алатын ұстазың бар сенің қасиетің. Тастан соққан біздің ей, зәулім алтын хан сарайға су кіріп, болып кетті ваннадай. Әкем жүрген су етікпен, мен де жүрем дәл солай. Бәрекел. Рахмет. Данияр, есіңде ме? ВИП-тің бірінші әзілін жастар үстінде отырып шығарған алдында отырған кезде есіңде ме? Рахмет. Сонымен қай командамен қош айтсамыз? Үш. Ерекшемен қоштасамыз ба? Ерекше қоштасамыз сіздермен. Үшінші айналым бастайтын бізде жігіттер. Бірінші, өзіне сенімді болмыш ораза ұстапты. Екінші, түрі онша емес қыздардың тек туған күнде историялар точк болады екен. Рахмет, олигарх. Сүт, май, мә, продукт оқып кет. Кішкентай нәрсені абырой көретін бір ағамыз WhatsApp-тан группаға админ болғанын айлық сұрап жүр екен. Шылығы тиісік балдар вечерге аяқ киіммен кіріп кете береді екен. Таиландта жігіт сұлтаны мен қыздыны бірге болады екен. Актуалды ән: проблема бар деп уайымдама босқа, шешіледі бәрі ертең ба басқа болса. Рахмет.
Сонымен қай командамен қош айтсамыз? Тағы бір әзілден бе? Ортадағы алты қара сумен қоштасамыз. Рахмет. Сонымен бізде финал ақтық сайыс бастайтын жігіттер. Бірінші, мұрны кішкентай Буратино инвалид екен. Екінші, қалтасы жоқ кенгуру қалтасына пакет ұстап алып жүреді екен. Рахмет. Ел. Жаным балам, нослақтырма ерінге. Отбасында мамасы басқаратын қызға келіп тұрған жігіттің әні. Гүл алып үй жағыңа барсам бола ма? Барғанда жүрмей ме екен шешең аулада? Рахмет. Сонымен тағы да бір әзілден бе? Екі әзілден? Бір әзілден. Жігіттер. Бастайды ба? Бірінші. Қытайлардың жеп көретін әні. Ал сен оригиналсың. Простатитпен ауыратын жігіттің әні. Тамшылар тамады, тынбайды, жаныңның дегенін қылмайды. Сонымен бір ауыздан чемпион ВИП.